машина learning деген тема бар. Оны тестировать етудің өте қарапайым жолы осындай бір сервистерді қолдану. Міне мынандай Google'дың жасап қойған бұл сервисі, бұл жер арқылы біз ешқандай программалаудың көмегінсіз машина learning дегенге былай жұмыс жасап көре аламыз. Оны қалай істейміз, қазір көрсетемін. Бірінші начатты басамыз. Мына жерге сілтеме осы видеоның астында, егер ұмытып кетпесем қоямын. Немесе Google-ге teachable machine деп жазса шығады. Бұл жерде үш түрлі тәсіл бар. Біріншісі мынау әртүрлі позированияны анықтайды. Мысалға міне мынадай. Одан кейін аудио бар және проекция изображением деген бар. Мысалға проекция изображением дегенде реальный қандай задачада қолдану мүмкін. Мысалға айталық, мынадай программа жасауға болады. Көшеге арнайы камера қойып қоясың. Егер ол камера мысалға адамдар бетіне маск тақты ма, тақпады ма, соны айталық тексереді. Егер тақпаған болса, сол адамды фотоға түсіріп алады да арнайы органдарға жібереді деген секілді. Әрине ондай вариант бар. Одан кейін проекция аудио деген бар. Бұл әртүрлі дыбыстар, бірдеңені айтқан кезде, бірдеңе жарылған кезде, немесе арнайы сигнал береді, немесе идея көп. Мысалға умный лампа жасауға болады, жан деген кезде мысалға жанып кететін деген секілді. Одан кейін мынаған қатысты қатты идея келген жоқ. Қысқасы ол мынадай объектіні позированияны анықтайды. Немесе мысалға оңға мен қазір ойыма келіп тұрған оңға солға десең, мысалға сондай команданы орындайтын, мысалы робототехника деген сияқты. Біз изображениемен жұмыс жасап көрейік. Қазіргі жағдайда бізде білетініміздей мына жерде класс бар. Менде қазір мынадай идея бар. Мен веб-камерам қосылып тұр. Осы веб-камера арқылы екі осындай дүние шығарайық. Мысалға мен тұрған кезде ертай бар деп шығарады, және мен қараңғы бір жоқ болып кеткен кезде мысалға камера ешқандай адамды көріп тұрған жоқ деген сияқты текст шығарады. Бірінші бүйтейік, немесе бүйтейік. Ертай деп жазайын. Екіншісіне адам жоқ. Ол үшін біз алдын ала картинканы жүктесек болады компьютерімізден, немесе веб-камерадан алуға болады. Мен өте ең қарапайым жолын алайын. Разрешение керек браузерден. Ол үшін мына камера дегенге разрешить дедік. Перезагруз жасап жіберейік. Мынау почему-то көрмей тұр. Веб-камера. Өкінішке орай менде мына жерде мынадай проблема шығарып тұр. Бұл проблеманы менде бірінші рет болып тұр. Сондықтан лучше бұны мен разобрать еткеннен мен сізге қайтайын да мына проекция аудио деген таңдаймын. Бірінші біз фоновый шумды жазуымыз керек. Мынаған айтамыз, фоновый шум біздің микрофонымызда осындай. Микрофон деген таңдаймын, немесе алдын ала жазылған вариант болса жүктеуге болады. Микрофон деген таңдаймын, разрешить етеміз, әрі қарай записать дегенді басамыз. Окей, біз образесті жаздық, яғни мына жерде барлығының бәрі бұл фоновый шум деп есептеледі. Извлечь образды басамыз, и бұны мына данныйға қосамыз. Бұл жерге тағы да жазуға болады. Мен айта кетейін, машина learningте мына данный қанша көп болса, сонша жақсы. Мысалға міне айтамыз, мына жерде 20 секунд бар. 20 секунд әзірге тестировать етуге жетеді. Неге көбірек жақсы болады данный көп болғанда? Себебі мынау көбірек, мысалға біреуге айталық, программа жасау керек, қазақ пен немісті суреті бойынша ажырата алатын. Егер немісті сен мынаған көбірек көрсететін болсаң, ол немістерді жақсырақ ажырата алатын болады. Және қазақты көбірек көрсетсең, қазақты да сондай ажырата алатын болады. Мынауда типа сондай. Екінші класс бар. Мына жерге мен мысалға ертай деген сөзді айтам. Тағы бір класс қосайын. Бұл жерде мен алға деген сөзді айтам. Бағдарлама деген сөзді айтам. Микрофонды басам. Ертай деп мен қайталай берем. Әртүрлі интонацияда, әртүрлі дыбыста. 2 секунд дегенді мен көбейтейін. Кейін қайта жазуға болады. Әрине 5 секунд дейін сақтау. Записать и ертай дегеннен басқа ештеңе айтпаймыз. Ертай. Қалай жа? Ой. Мен, басқа артық зат айтып қойдым. Ертай. Извлечь образ, тағы да біреуін жазайық. Ертай. Және мына жерде минимум 8 деп тұр, яғни бізде қазір 10.
ертай 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 пока что осы жетеді. Бұл қанша көп болса сонша жақсы. Бағдарлама деген сөз айтам. Бағдарлама. Бұны да көбейтейік секундын. Бағдарлама. Извлечь образ. И әрі қарай обучать модель дегенде басамыз. Мына жерде параметрлер бар. Бұлардың нені білдіретінін дополнительный түрде оқып алсаңыз болады. Данный момент осылай қалдырамыз, тиіспейміз. Обучать модельді басамыз. Әрі қарай обучение жүріп жатқан кезде мына басқа мына ветканы жаппаймыз деген мына жерде бұрын текст шығаратын, қазір білмедім. Осыны күте тұрамыз. Міне мына жерде шығарды. Не закрывайте эту выкладку дейді. Жаппаймыз, күтеміз. Бұл тез болуы мүмкін, жай болуы мүмкін. Енді қазір біздің мен айтқан дыбысым микрофонға барып тұр, және мынаған барып тұр. Осы арқылы мен не деп айтқанымды айта аламын, көре алады. Үндемейміз. Көріп тұрғанымыздай фоновый шум. Мен ештеңе деген жоқпын. Яғни фоновый шумның моделіне келіп тұр мына жерде. Ертай. Көріп тұрғанымызда ертай деген кезде мынау ертай деген сөзді сен көбірек вероятность көбірек айттың деп тұр. Бізде аз данный болғаның өзінде. Бағдарлама. Көріп тұрғанымыздай мына жерде де дәл солай. Бұл жерде қай сөзді көбірек айттық, мынау соны дәл тауып тұр. Енді біз бұны қалай қолдана аламыз реальный программада? Егер қолданғымыз келетін болса, біз мынаны сақтай алсақ та болады, Google дискке сақтап қоюға болады. Немесе уақытша сақтап қойып, немесе бірден экспортировать етуге болады. TensorFlow.js деген бар, JavaScript-те вебте қолдануға болады. P5 деген JS деген бар, бұл да машина learning-ке арналған дүние. JavaScript білетіндер болса осы. Ал енді мен өзім Android разработчикпін, және Flutter қолданамыз. Flutterде мына модельмен TF Lite деген расширениесі бар модельмен жұмыс жасайтын библиотекалар бар. Мен мынаны экспортировать етіп, скачать етіп, өзімнің приложениеме қосып, одан кейін сол жерден дыбысты алып, мына қандай сөз айтты деген сондай программа жасауға болады. Ол жерде идея көп, мысалға айталық, программа жасауға болады, осындай машина learning арқылы. Фонарикті қос, фонарикті өшір. Немесе сол сияқты тағы бір умный бірдеңе істейтін жаңа, немесе фотосы бойынша мынау әдемі емес деген сияқты сондай программа жасауға идея бар. Әрине ол үшін бізге көбірек данный керек. Мынаны тестировать етіп көруге болады осылай. Өкінішке орай менде мынау жасаған жоқ, ал мынаны да көруге болады. Бұл жерде мен бұны көп идея болмағандықтан қатты байқап көрген жоқпын. Камераны қосу керек, и сол кезде біздің мынау арнайы сызық қойылады, осы бойынша бізді отслеживать етеді. Міне дәл осылай. Бұның кез келген көруге болады, сілтеме төменде. Мен Telegram каналыма жаздыңыз, сол жерде мен ең соңғы ақпараттарды, видеоларды шығарып отырамын.